Тағы бір қой терісін жамылған қызылордалық қасқыр жайлы айтсақ, мұнда өзінің бұрынғы қызметкерін өлтірді деген күдікпен қамауға алынған экс-полицейге қатысты сот процесі басталды. Естеріңізде болса, ақпан айында мектеп инспекторы болып қызмет атқаратын Нұрбек Шүменов із-түзсіз жоғалып, артынша мәйіті табылған еді. Ал көлігін қала шетінде әлдегімдердің өртеп жібергендігін айтқан болатынбыз. Бүгінде осы оқиғаға қатысты Нұрбектің бұрынғы бастығы Берік Шимановтан өзге 3 сыбайласының үстінен бірнеше бап бойынша қылмыстық іс қозғалды. Елдің жағасын ұстатқан оқиға мектеп инспекторы Нұрбек Шүменовтің қазасына күдікті ретінде 3 адам қамауда отыр, ал біреуі қолхатпен босатылған. Басты сезікті қалалық ішкі істер басқармасы ювеналды полиция бөлімінің бұрынғы бастығы Берік Шиманов. Оның қарамағындағы қызметкеріне тіс қайрауына 40 мың теңге пара алды деген арызы себеп болды деген болжам бар. Ал 6 айға жуық жүргізілген тергеу кезінде 26 том материал жинақталыпты. Іске куә ретінде 101 адам тартылған. 4 сезіктіге қазіргі уақытта қылмыстық кодекстің төмендегідей баптарымен айып тағылып отыр. Қудалау органымен, яғни ол адам өлтіру, алаяқтық, қаруды заңсыз алып жүру, бөтен адамның мүлкін қасақана бүлдіру, құжаттарды, мөртаңбаларды, мөрлерді ұрлау, қызметтегі әрекетсіздік, қылмыс туралы хабарламау сынды баптармен айып тағылып отыр. Арада біршама уақыт өтсе де қаза болған полиция қызметкер жақындарының жүрегіндегі жара әлі жазылған жоқ. Артында қалған қос құлыны әкелерін сұрағанда сағынышын қалай басарын білмеймін дейді Нұрбектің жары. Сондықтан соттан боталарын боздатқандар қатаң жазаланса деп сұрайды. Отделдің бастығы Шимановтың өзі өлтіріп отыр қасақана. Бұл жерде ұйымдасқан түрде. Өйткені 2 сотрудник бар. Соттан әділ шешім күтемін. Енді негізінде мен өлім жазасын ғана күтемін. Болмаса өмір бақи бас бостандығынан айырылсын. Өйткені мен кеткен адам қайтып келмейді. Бұл жерде адам тағдыр шешіліп жатыр. Мен 2 балам тағдыр қалай болады ертең? Айта кетейік, жантүршігерлік оқиға ақпан айында болды. Нұрбек Шүменов із-түзсіз жоғалып, өртке оранған көлігі қала шетінен табылған еді. Ал артынша мүрдесі бейіттердің бірінен қазылып алынған болатын. Қазақстан Ішкі істер министрлігі тарихында бұрын соңды болмаған бұл қанды оқиға кімге болса да оңайға соқпады. Осыдан соң қалалық ішкі істер басқармасының бастығы мен бірнеше қызметкері креслосымен қош айтысты. Мөлдір Қожахметова, Қайрат Рабаев, Жетінші арна, Қызылордадан.